Армысыз YouTube көрермен. Бүгін сіздердің назарларыңызға пиязды ұсынбақшымын. Каналға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Пиязды білмейтін адам кем-де-кем шығар. Бұл жылауық пияз бізді суық тиюден қорғайтын табиғи антибиотик болып табылады. Оның құрамындағы фитонцидтер ангина вирусымен күресіп, жоғарғы тыныс жолдарын нығайта түседі. Олар стрептокок, дизентерия, дифтерия және керек десеңіз туберкулез таяқшаларын қосқанда көптеген микробтарды өлтіреді. Суық тию мен тұмаудың алдын алу үшін күніне бірнеше рет кесілген пияз кесектерін жеген дұрыс. Витамин жетіспеушілігінде де пияз өте пайдалы. Ол адам ағзасын дәруменге деген қажеттілігін қанағаттандыра алады. Сонымен қатар пияз біздің иммунитетімізді арттыруға да көмектеседі. Пияз метаболизмді белсендіріп, қан түзілу мен тазартылуына ықпал етеді. Ас қорыту процестерін ынталандыра отырып, ағзадан артық сұйықтықты кетіреді. Пияздың құрамындағы кверцетин қатерлі ісікпен, яғни арақпен күресетіні анықталған. Сол себепті онкологияда да кеңінен қолданылады. Егер сіздің басыңыз ауырса, дәрілерді қабылдағанның орнына шикі пиязды иіскеп көріңіз. Пияздың жасыл жапырақтары каротинге бай. Ол біздің терімізге пайдалы. Пияз халықтық медицинада және косметологиялық мақсаттарда бетті безеулерден тазарту үшін қолданылған. Секпілден арылу үшін де күнде пияздың жарты бөлігін бетіңізге сүрткен дұрыс. Паре пиязының өткір иісі мен дәмі жоқ, бірақ бұл оның емдік қасиеттеріне мүлдем әсер етпейді. Оның құрамында кальций, фосфор, темір, натрий және магнийге бай. Бұл пиязды өте қоректік және пайдалы етеді.